Ассалаумағалейкум, армысыздар, санаға сөйлеген аса құрметті көрермендері. Бүгін сіздермен Америкадағы шынайы өмір туралы естіп білген деректеріммен бөліспекшімін. Америка әлемнің бірінші экономикасы, демократияның отаны саналады. Тіпті бұл әлемдегі державалардың текедіресінде Америка сақшы рөлін ойнайды деп айтылады. Дұрыс, енді бүкіл әлемде 200 қанша мемлекетті бір қанша держава елдер өзара бөліске сала алмай, соның салдарынан соғыс болып жатады, түрлі үлкен саяси жағдайлар орын алады. Ол белгілі. Енді қазір Америка десе елең етпейтін ел жоқ. Америкаға әр елден де бүгінгі таңға дейін неше мыңдап ағылып барып жатқан босқындар өте көп. Американы бір жағы иммигранттар елі деп айтады. Ол жерде сонау 15 ғасырдың басында Колумб барып ашқаннан бері Англияның, Францияның, Голландия, Испания отаршылдары Американы жаулады. Сол жердің жергілікті халықтары болып саналатын үндістерді аяусыз қырғындады. Солардың сүйегінің үстіне орнаған мемлекет екені баршаларыңызға белгілі. Ал енді 1776 жылы тәуелсіздігін жариялаған Англия отаршылдығына қарсы соғыс жүргізген. 1783 жылы Ұлыбритания олардың тәуелсіздігін амалсыз мойындап келісімге келген. Сөйтіп, Американың бірінші президенті Джордж Вашингтон тәуелсіздік декларациясын жариялаған. Мінекей, сол Джордж Вашингтон 4 жылдан 2 кезек президентке міндетін өтеу керек. Қандай әулие болса да, одан артық президенттікке сайлануға болмайды деген ата заңы солай қабылданды. Ол әлі күнге дейін күшін жойған жоқ. Енді Джордж Вашингтонды халық қатты құрметтеген және жалғасты өмір бойы өлгенше президент болуында ұсынған деген сөз бар. Одан Джордж Вашингтон өз саналы түрде бас тартқан. Сонымен де бірінші президенттің құрметіне ол кісі қайтыс болғаннан кейін арада 70 жыл уақыт өткенде бар. Міне бүгінгі Американың астанасы сол кісінің құрметіне Вашингтон деп қойылған. Әрине, ол кісінің көзі тірі кезінде емес. Арада 70 жыл өткеннен кейін осындай халық қадірлеп, сол кісіге жаңағы астанасының атын берді. Біздегі жағдайдың мүлде керісінше. Енді демократия дегенде, ол жерде абсолютті дейтін демократия бола бермейді. Әрине, бәрі салыстырмалы түрде айтылады. Білесіздер, ол жерде 2 партия кезек президенттік таққа таласа да, республикашылдар менен демократтар болып. Енді бүгінгі таңда демократтар атынан Байден қартаюына байланысты бас тартып, оның вице-президент орынбасары Камала Харрис президенттік сайлауға түсуге бастап кетті. Қолдау өте жақсы болып жатыр. Ал республикалар партиясынан бұрынғы президент Трамп сол сайлау алаңында атой салып жүр. Енді оның нәтижесі қалай болатынын жыл соңындағы жаңағы сайлау нәтижесінен білеміз. Америка бүкіл әлемнің геосаясына, экономикасына өте үлкен әсер ететін ел. Бұл жағынан енді әлемнің бірінші экономикасы, олардың жалпы ішкі өнімі 22,7 триллион доллар құрайды. Жан басына шаққанда 63 мың доллардан айналады екен. Сөйтіп, әлемнің алдыңғы бай елдерінің ішінде 9-ші орынға табан тірейді. Жан басына шаққанда 329 миллион халық тұрады. Бұл әлемдегі 3-ші орындағы халық саны ең көп ел. Бірінші орында
Индия екінші орында, Қытай үшінші орында, Америка. Ал енді сыртқы қарызда сонымен бірге көп елдің бір екен, 28 триллионнан жоғары, жан басына шаққанда сыртқы қарызының үлесі $85,000 көлемінде айналады екен. Мінекей, көрдіңіздер ме? Және Американың валютасы енді әлемдік құнды қағаз, ақш доллары. Оны да Америка үкіметі өзі басып шығарып қолдана алмайды, оны банкирлерден сатып алады екен. Яғни бұл жердегі банкирлер кімдер дегенде еврейдің атақты байлары, олигархтары, банкирлер. Солардың қолында. Сондықтан да бір тәмсіз сөз бар, америкалықтардың ақшасы еврейлердің қалтасында дейді. Америкадағы атақты бай еврейлер Америка экономикасының, жалпы экономикасының 40%-ын құрайды деп естиміз. Енді ақиқатын білетін кісілер комментарий қойсаңыз жаза жатарсыздар. Қысқаша осылай 50 штаттан құралады. Ол жағындағы мәліметтерді енді барлықтарыңыз дерліктейінше жақсы білетін шығарсыздар. Енді Америкаға барып, қазір таңда жұмыс істеп, оқып, қоныстанып қалып жатқан әр елден адамдар жеткілікті. Оны өткен видеомызда айттық. Енді бізден болашақ бағдарламасымен оқып келген, 2 жыл тұрып, бір жағы оқып, бір жағы жұмыс істеп, семьясымен, отбасымен тұрып келген бір азаматтың аузынан естіген әңгімемді сіздерге қысқаша айта кетуді жөн көрдім. Ол Америка қоғамында 2 жыл өмірін өткізді. Бұрыннан арманы Америкада оқып білім алу болатын. Сонымен өз ағылшын тілін жақсы білетін, IELTS-тан жоғары балмен өткен, Америкаға арман арқылап жеткен, сол жаққа семьясымен барып тұрды, қызы өмірге келген, міндетті түрде Американың азаматы болып, туылғанын сол жағынан алды. Сонда ол айтады, енді Американың әрине жақсы жақтары өте көп. Соған сай енді біз барғаннан кейін біз ойлағандай, армандағандай Американың қоғамында мүлтіксіз, керемет, бір ешқандай мін таппайтындай, бір жер бетін ұжмағы сияқты елестетіндей ойлаймыз. Олай емес екен. Оның да жаңағы кемшін тұстары бар екен. Америкада да кедейлер тұрады, қайыршылар жетеді, босқындар толып жүр, жағында бар. Ал енді бір нақты ақты ақ қараны қара деп айтайын деді ол. Бір ауыз енді өзім қалай көрдім, өзім қандай сездім, маған қалай әсер етті, соның шындығын айтайын деді. Мен бұл жерде ешқандай саяси көзқараспен кәдімгі бір менімен билік оқытты ғой, содан кейін былай қарай бұрмалап айтайын деген ештемем жоқ деді. Шындығын айтып отырмын деді. Сонымен өзі шынайы біраз ақпарат берді маған. Ол ақпаратында айтады. Енді демократия дейміз дейді, жақсы, бір мысал келтірейін деді. Мынау Палестина менен Израильдің қан төгісі, соғысы. Әсіресе жаңа Хамастың аяқ асты зымырандар соққылауына Палестинаның аяусыз тойтарыс беруі, жаңағы бейгүнә халықтың қырылуы, әйелдердің, балалардың қырылуына бүкіл әлем болып үре түрегеліп, бұны шектеу қойып, соған қарсы шеру өткізген кезде Америкадағы жаңағы университеттегі студенттер де үре түрегеліп шерулер өткізді. Сол кезде біздің университетіміздегі әр елден келген студенттер шеруге шықты дейді, бейбіт шеруге. Басында ол бейбіт шеру шектелген жоқ еді дейді, арада көп етпей, 2-3 күннен кейін кәдімгі сол студенттерді шетінен полиция келіп ұстап кетті дейді. Жауапқа тартты. Сөйтіп біздің бейбіт митинг шеруді тоқтатты дейді. Бірақ олар өздері біз саналы түрде шеруге қатынаспаған едік. Енді қандай да бір қақтығыс болып қала ма, біз енді оқып жатқан студенттеріміз, өмір көрген, үлкен, саяси істерге араласпай білімімізді алып қайтайық деп пена шештік дейді. Ал енді біз бейжай қарай алмаймыз деген студенттер ерікті түрде шеруге қатынасқан еді, оларды солай ұсталды дейді. Бұл енді демократия дегенде шексіз демократия емес екендігін көрдім деді. Солай. Демократия деген ол шектен жоқ емес қой.
Сосын квартирада тұрады халықтың көбі, жалдамалы пәтер дейді. Сол жалдамалы пәтерлерде жаңағы өз пәтерден кір жуу машиналары болмайды екен. Оның лонжой дей ма, сондай бір жерде ана үлкен кір жуу машинасын апарып кірін жуады, мына жағынан кептіріп шығарады дейді. Ал жуған кірді кептіретін несіне салмай әкеліп балконға жайып қойсаң, оған рұқсат бермейді дейді. Неге де сол кедейліктің белгісі деп айтады дейді. Ана жерге кептіріп әкелу керексің, оған да ақша төлейсің. Ол да бизнес. Ал қайыршылар көшеде қаптап жүреді. Босқындар бар, бомбыштар бар деген. Олар кедейліктің белгісі емес екен дейді. Көрдіңіз ба? Ал енді әлемдегі ең жоғарғы білім жағына келсек дейді. Харвард университеті деп, ол жарнамасы жер барлық әлемдегі ата-аналар сол Америкадан балаларын оқытып білім алдырғысы келеді. Бірақ білім беру ақысы өте қымбат дейді. Бір жылдық оқу ақысының өзі $30,000 дейді. Оны енді көп ата-ананың жағдайы көтермейтін белгілі ғой. Бірақ сол $30,000 татитындай білім бар ма десе, енді әр елден оқып жатқан студенттерден де сұрадым дейді. Енді ондай білімді өз елімізде ала аламыз деп айтты дейді. Осындай деңгейде, осындай базада. Бірақ енді жарнамасын жер жардырған, әлемге солай ақпарат берген, әлемнің ең үздік университеттер бізде дейді. Ол университеттің енді әрине доктор, профессор базасы керемет. Ол білім алғай барған әр елден келген студенттерді ұлтына, еліне қарап бөлмейді. Оларға өз еліндегі студенттерге қалай білім берсе, солай білім береді дейді. Бірақ жаңағы оқу ақысы өте қымбат. Ондай білімді, ондай базаны мысалы Еуропадан, мынау дамыған басқадағы елдерден, мысалы Сингапурдан алуға болады, Қытайдан дейді. Бірақ оқу ақысы өте жоғары болған. Ол да бір бизнес сияқты сезілді маған деді. Және балалардың, жалпы мектеп балаларына қарасақ, енді оларда жасампаздық жағына көп мән береді екен дейді. Кәдімгі бастауыш мектеп оқушыларының өзіне бір тақырыпта реферат жазу, өз бетін ізденіп келіп, оған бір апта уақыт беріп, ол сондай материалдар жинақтап, кітапханаға барып, сайттардан сондай пайдаланып жүріп жазып келеді. Кәдімгі бір шағын диссертация қорғаған сияқты. Ол жағы керемет дейді. Бірақ математикалық қабілетіне қарасаң, біздің балалардан асып тұрған ештеңесін көп көре бермейсің деді. Сондай бәрі мүлтіксіз болып жатқан ештеңе жоқ. Жақсы жағы да жаман жағы да бар ел болғаннан кейін. Жетіскен жағы мен жетерсіз жақтар да бар дейді. Енді осыдан 10 жылдан алдындағы Америка болса дейді, жұмыста көп екен, ол кездегі төленетін жалақы да жақсы екен. Өйткені басқа елден келіп жатқан иммигранттар ондай көп емес, бүгінгі таңдағыдай дейді. Бүгін көбейіп кеткеннен кейін жаңағы жұмыс табуда оңайға соқпайды. Жұмыс ақысы бұрынғыдай жоғары емес. Қара жұмыс істеп жүргендердің тапқаны тамағынан, жатын орнынан аса бермейді дейді. Тіл бермей баға адамдар тіпті қиналатын көрінеді әрине. Ең төмен жалақылы жұмыс істеп мылқаудың күнін кешетін жағдай екен. Көрдіңіздер ме? Ал енді мынау медицина жағынан болсын, бәрі ақылы. Оны жаңағындай жедел жәрдем болсын, бәріне төлем жоғары дейді. Ауыр аяқ келіншегін жаңағы бір УЗИден өткізуге апарудың өзіне $4,800 бір УЗИін тексеріп беру, сондай ақша шыққан. Міне көрдіңіздер ме, соны төлеу оңайға соқпаған. Ол өзі болашақ грантыменен оқып жатыр. Оның берілетін ақшасы, оның квартирасы бар, жағында оқудан қалған уақытында жұмыс істейді, оны жеткізе алмайды. Ақыры төлемей ай сайын пошта арқылы келетін жаңағы хабарлама төлеуге шарасыздық танытып отырдық. Содан арада бір жылдай уақыт өткенде ме, төлем қабілеті жоқ болғандықтан кешірім етілді деген жаңағындай хат келді дейді. Міне сонда тек медицина жағынан ондай болмайтындығы белгілі екен.
халықтың көбі тапқан табысының 30%-ы салыққа жұмсалады дейді. Енді тамақтану жағында да болса, енді фастфуд көп қолданады екен. Әр елдің де әрине ашқаналары жетеді ғой, енді мынау бірақ қазақтың тамағындай тамақ таппадым деді ол. Оған бір мысал келтірді. Арада бір үйіне келіп кеткен кезде жаңағы қойдың сүрлеген етін алып, құрттың ірімшігін алып Америкаға, біздің аэропорттан енді жіберіпті. Ана жаққа барғанда ұстап қалуы мүмкін, енді біз жібереміз деп біздегілер жіберді дейді. Америкаға барғанда сол аэропортта әуежайда сүрленген ет чемоданда кетті. Ол киім ретінде оны ашып көрген жоқ, жүкпен бірге жөнелтілді. Енді менің арқама асынған жаңағы құрт пен ірімшікті, мынау не зат деді, оның құрт ірімшік екендігін айтып түсіндірдім. Олар қолдан жасайтын ондай зат болмаса да заводтан шығатын ондай өнімдер бар ғой. Сонымен бірақ залалсыз ба жоқ па тексереміз деп бір аппаратына салды. Оның жаңалықтегі дереу нәтижесін шығарды дейді 2-3 минутта. Сонда біздің құрттың ірімшіктің өзі дейді 100% таза залалсыз өнім деген көрсеткіш көрсетті дейді. Қайран қалдым дейді біз. Жасыл асықтық 100% таза. 98-99 емес. Мінекей, нағыз натуральный өнім. Бұл сан ғасырдан бері осылай құрт ірімшікті оларымыз жасап келді. Ол сонда біз бүгінгі таңда Американың дамыған жаңалықтегі тексеру аппараты арқылы ғылыми талдау жасалған анализ нәтижесінен осыны көріп қайран қалдым дейді. Біздің қазақтың тамағындай тамақ жоқ екен. Мінекей, нағыз залалсыз өнім бізде екен деп соған риза болдым дейді. Енді қарасаңыз. Сөйтіп Америкадан 2 жыл білімді алдым, жақсы. Бірақ ол жерде көп нәрседе, мысалы мынау бізде қазір электронды үкімет дейді, көп нәрсені осы үйде отырып құжат рәсімдейміз. Ол жақтағы көп енді жеңілдіктер болды ғой, шынымен де мойындау керек. Біз әлемде біз электронды үкімет жағынан 9-шы орында екенбіз. Жеңілдікпен бітіп жатқан қазір. Көп құжаттарды, документтарды, қылаяғы жылжымайтын мүлікті, үйді, машинаны жаңа учеттан шығып учетқа қою дегеннің бәрі үйде отырып телефонда өтіп, тек қана барып қана сондан қажетті шығып тұрған нөмірді немесе жаңағы үйдің құжаттарын ауысу деген сияқты сөзін ала салатын болдық қой. Бұл да біздегі бір жақсы дамудың үрдісі екен деп бағалады. Ал Америкада болса бір жаңағы банктың карточкасын бітіру үшін 1 ай уақыт кетеді екен дейді. Өтініш жазып тастайсың, 1 айдан кейін аласың дейді. Пошта әлі дейін жұмыс жасап тұр дейді. Көп нәрсені поштадан салып жібереді. Поштамен аласың, қайтадан поштамен жібересің дегендей. Ол жерде солай екен. Көрдіңіздер ме? Біз енді Америка десе сол бәрі мүлтіксіз, керемет, әр жағынан айтар жоқ, ешқандай мін таппайтындай сезіледі екенбіз. Бірақ сол жаққа барып өмір сүргенде салыстырып байқайды екенбіз. Иә, құрметті ағайындар, бүгінгі таңдағы әлемдік геосаяси жағдайдың өзгеруіне байланысты әлемдік мынау кризис, экономикалық дағдарыс дейміз, ол Американы айналып өтіп жатпапты. Ол жерде де жаңағы босқындардың көбеюіне байланысты жұмыс ақысы бұрынғыдай 10 жылдағыдай ат көпір ақша табатындай жағдай емес. Иә, жанын жалдап тісін қайрап жүріп ақша табатын жағдай екен. Сосын айқын ұлттық ерекшелігі жоқ. Өйткені ол ұлттық мемлекет емес. Ол бүкіл әлемдегі барлық елдерден, әсіресе кезіндегі жаулаушы болған Англиядан отарлаушы жаңағы Голландияңыз бар, Испания, Франция сияқты. Кейін келе мына немістер барған. Бүкіл әлемдегі, одан кейін Азия, Африкадан барып, осылай құралған жаңағы иммигранттар елі дейді, американдық ұлт. Ол жерде ұлттық ерекшелік жоқ, ұлттық мәдениет жоқ. Тек американдық ұлт. Гуманистік көзқарас жаңағындай әлемдегі жалпы барлық
мемлекеттерден барған саяси босқындар болсын, байлар болсын, жаңағы құлдалауға ұшыраған, немесе сол Америкадан көркейіп даму үшін барған инвесторлар болсын, сол жақта қалып қойған, жаңағы түрлі саланың мықты мамандары сөйтіп құралып, олар міне Американың бүгінгі күнде енді соның қозғаушы күші болып отыр ғой енді. Сонымен ол жерде ұлт болып өмір сүре алмаймыз дейді. Әрине солай. Ол жерде тек американдық ұлт болады. Америка азаматын алғаннан кейін ол жерде қазақ, басқа, Қытай, орыс деген сияқты жазылмайды паспортына, тек американдық ұлт болып жазылады. Ол жерде өмірге келгеннің бәрі солай. Сосын бір ғажабы жаңағы балаларды ата-аналардың менен балалардың қарым-қатынасы өте нәзік мәселе дейді. Жаңағы бала жығылып қолын көгертіп алып, мектепте бір жерін жарақаттап алып, барғанда бұның қалай жарақаттап алдың, не болды деп, енді ата-анаңнан сондай бір қысым көрдің ба десе, егер бала шынымен де байқамай болмас, енді рас ата-анамнан жәбір көрдім десе, ата-ана құқығынан бірден айырып тастайды дейді. Көрдіңіз ба? Бірден айырып тастайды, оның ақ-қарасына көз жеткізу, қарау деген сияқты нәрселер бола бермейді екен дейді. Ол жерде заң өте қатаң дейді. Заң дейді. Бірақ адамдық моральный жаққа кішкене қарау, ақ пен қарасын айыруда келгенде оған қаратпайды екен. Ондай жағдайларда болады екен деді. Баланың құқығын қорғау дегенді басты орынға қойып, жаңа ата-ана құқығына келген кезде осындай тізеге салып жүретін жерлері бар екен. Оны да сол 2 жыл өмір барысында білдім деді. Бұл жерде жаңағы бізге де қайсы бір жылдар заң қабылданбақшы болды ғой. Жаңағы ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынасқа қатысты. Егер ата-анасы ұрса, ашу үстін ұрып жүретін болса, оған бала шағымданатын болса, ата-ана құқығынан бірден айырып тастаймыз дегендей. Мінекей, соның бастауы Америкада екен. Ал енді жаңағы кезінде Қазақстан ұлт мәселесі де көтерілген, не білесіздер, ол да сол американдық ұлт болу дегеннен басталған. Иә, құрметті ағайындар, Америкадағы өмір осындай екен енді. Мың естігеннен бір көрген артық дейді. Енді өзіміз көрмесек те көргендерден алған әсерлерін сол Америка қоғамында тұрып, сонда бір мезгіл болып, өзінің көзбен көрген, оймен түйгендерінен ет құлағымызбен естігенімізді айтып отырмыз. Естіген құлақта айып жоқ деген. Енді әр адам әртүрлі әсер алатын шығар. Енді Америка қоғамында әр адамның әртүрлі көзқарасы болатын шығар. Кей адамға кереметтей бір жақсы болып, бір Америка қоғамы бірден ұнай кететін шығар. Кей адамдарға ұнамайтын жақтары болатын шығар. Оны енді әрине енді адамның бәріне бірдей болмайтын белгілі ғой. Енді десе де жаңағы басты тәуекелге тігіп заңсыз жолмен Америкаға небір өткел бермес өзендерден, теңіз мұхиттардан кешіп, асу бермес асқарлардан асып, сондай бір жыртқыш жаңағы крокодилдарға жем болып кете жаздап, басына төнген қауіпке қарамай тәуекелге жампида осындай бару, ол бүгінгі таңда артық тәуекелшілдік деп те айтты сол азамат. Ол 10 жылдың алдындағы Америка болса бір сәр еді. Тап бүгінгі таңда осындай отаны бола тұрып, өзінің елі бола тұрып, өзінің жері бола тұрып, босқын болып барып, сол елде азаматтық алуға, сол елде мәңгі қалуға, сол елде жер бетінің ұжымағы санауға ол татымайды деді. Сөзім соған осымен аяқтаймын. Әрине, әркім өз таңдауын өзі жасайды. Дана халқымыздың, ата-бабаларымыздың өзге елде сұлтан болғанша өз елің тұлтан бол деген мақалмен аяқтағым келеді. Білім алсын жастарымыз, оқып келсін, өнер үйренсін, өзінің отанына үлес қоссын. Ал енді бүкіл адамзатқа үлес қосамын. Мен өз өрісімді Америкадан табамын. Америка арқылы жаңағы мол мүмкіндікке ие боламын. Менің таңдауым осы десе, оған да құрмет.
адамзатқа үлес қосатындай ғалым, адамзатқа бүкіл экономикаға үлкен серпіліс әкелетіндей атақты бизнесмен болып, Билл Гейтстердің жанынан, Илон Масктардың жанынан табылып жатса, Америкада қалсын, сол елдің азаматын алсын. Ондай азаматты Америкада жібермейтіні белгілі. Ал енді қара жұмыс істеп, қиналып, өзінің ұрпағын жоғалтып, аяқ американды ұлт болып сіңіп кетудің керегі жоқ ау деп ойлаймын. Не көрсек те елімізде көрейік. Ушин руыңмен деген. Еліміздің ертеңгі жарқын болашағын жасаушы жастарымыз жақсы тәрбиелейік. Солар патриот болсын. Солар ұлтына, отанына опал ұл-қыздардан болса, елдің ертеңі жарқын болады деген сенімдемін. Үмітсіз шайтансыз деген. Осы елде отырған халық түбі осы елдің болашағын жасайтын солар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, ел іргесі жаусыз, ел іші даусыз болсын ағайындар. Аман сау болыңыздар.